Құрметті оқырмандар, арнама қош келдіңіз. Лүпіл басып, арнама тіркеліп, қолдап кетіңіз. Баршаңызға бақыт тілеймін. Пай-пай өмір, өтесің-ау бір күні, тыясың-ау қуанышты күлкіні. Өмір деген бір жарқ еткен найзағай, өмір деген көк аспанның күркірі. Пай-пай өмір, өтесің-ау бір күні, болмағандай жүрмегендей сенде біз. Кетеміз-ау, кетеміз пендеміз, ұрпақтарға береміз де кезекті. Біз кетеміз, кету үшін келгеміз. Өмір деген бұйым емес қолдағы, өмір дейтін ұлы бекет жолдағы. Ханың кеуіп қаталаған кезіңде, сусыныңды қандырсаң бір болғаны. Мына күнде, мына аспанда далан-ау, бәрі бізден қалады-ау. Өмір дейтін тағатсыз бір қозғалыс, өмір дейтін өлемін деп қарамау. Жігіт деген уәдеде тұру керек, жігіт деген жағдайға кіру керек, жігіт деген өз жөнін білу керек. Зиналы боп өсек айтып жүре бермей, жігіт деген түп-түзу жүру керек. Жаратқанның өлшеп берген аз өмірін, әй шіркін, нағыз жігіт сияқты сүру керек. Уақытша ғой қыста, жазда, көктемде, уақытша ғой жауған жаңбыр көктенде, уақытша ғой қиыншылық бастағы, уақытша ғой баста қара шаштағы, уақытша ғой жайнаған бет ажары, уақытша ғой жас дәуреннің базары, уақытша ғой ойын сауық күлкіңде, уақытша ғой жиған байлық мүлкіңде, уақытша ғой басыңдағы бақыт та, уақыттың өзі дағы уақытша, уақытша ғой атақ даңқ мақтауда, уақытша ғой айтыс талас көп дауда, уақытша ғой тоқтық пенен аштық та, уақытша ғой дұшпан еткен қастық та, уақытша ғой қолыңдағы мансап та, уақытшамыз бүгін тірі болсақ та, мәңгілік қой асыл жарың шын сүйген, қиындықта бірге тоңып бір күйген. Торықпа да жасыма, өзіңе өзің ақыр заман орнатпа, болмайтынға қайғы бұлтын торлатпа, дүниені қара суға ағызып, өзіңді де, өзгені де сорлатпа. Қай-қайдағы қара аспанды төндірме, үмітіңді қолдан үрлеп сөндірме, өз-өзіңнен үріккенің аздай-ақ, үрейлерін ұшырмағын елдің де. Тыныш күнде салың суға кетпесін, жөн-жосықсыз айта берме көпке сын. Жаман сөйлеп, жамандықты шақырма, сол жамандық тез-ақ келіп жетпесін. Нені айтсаң, сол келеді қасыңа, не шақырсаң, сол түседі басыңа. Мүмкін болса, торықпа да жасыма, мүмкін болса, жақсылық күт асыға.